Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін сіздерге үй жағдайында үйдің қол орамалдарын ағарту, жуу тәсілімен бөлісемін. Қарапайым үйде барған заттармен осындай дақтарды кетіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де осы тәсілмен істеп көріңіздер, және де алдағы уақытта қандай видео рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар, соны комментарийға жаза отырыңыздар. Міне менде осындай қол орамалдар, байқасаңыздар барлығы осылай қан тамып, кішкене дақтары қатты болып тұр. Енді осындай үлкен ыдысымызға, біздің орамалдарымыз сиятындай ыдысқа жақсылап қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Енді осының үстінен менде осындай бір реттік стаканын мен алып өлшеп алдым. Жарты стакан порошок, бір шай қасық толтырып ас содасын, бір ас қасық толтырып сұйық майымызды құямыз, және де осындай стаканмен жартыдан кішкене асып тұратындай етіп белизна ағартқыш, яғни осындай қосамыз да біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Суымыз міндетті түрде ыстық болу керек, қайнап тұрған. Енді осыған біздің дақтары көп кір орамалдарымызды саламыз. Егер де орамалдарыңызды мөлшері көбірек болатын болса, үлкен ыдысқа жасайсыздар, және де осы берілген рецепті кішкене көбейтіп істесеңіздер болады. Жақсылап осылай орамалдарымызды батып тұратындай етіп батырамыз да, үй температурасында суымыз суығанша қалдыратын боламыз. 4-5 сағатқа қалдырамыз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Міне менде 4-5 сағат тұрды шамамен, суымыз салқындады. Қарасаңыздар кәдімгідей кірі бөлінген. Енді осыны сығып аламыз да, жылы таза суда шайып аламыз. Байқасаңыздар кәдімгідей кірлері кетіп ағарып қалды. Міне осылай жақсылап тұрып шайып аламыз да, осыны қазір мен кір машинасына салып 60 градуста жуып алатын боламын. Егер де кір машинасына салмайтын болсаңыздар, қолмен де жуып алуға болады. Міне қараңыздар, жаңағының өзінде осылай әп-әдемі болып ағарып қалды. Мен тиіскен жоқпын, тек суда ғана тұрды. Енді осыны кір машинасына саламыз да, қазір 60 градуста жуып аламыз. 60 градуста жуып аламыз. Кір машинасынан жуылып шықты. Сондай әппақ болып шықты, қарасаңыздар. Егер де сіздер осылай суға сап қойып ағартпасаңыздар, кір машинасы немесе қолмен жусаңыздар да ол дақтары кетпейді. Сондықтан міндетті түрде осы тәсілмен істеңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын, және де сіздердің өздеріңіздің қол орамалдарын ағарту тәсілдеріңізбен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Ақбота.